Достар, Лос-Анджелестегі болып жатқан жағдай, бұл мәселе тезірек шешіліп кетуіне тілектеспін. Маған көптеген сұрақтар қойып жатыр достар. Жерде отметка жасап жатыр. Бұл мәселені тезірек шешуге бола ма? Дәл қазір өрт болып қойғаннан кейін климаттық технологияны пайдалануға қауіпті болады. Өйткені климаттық технология жұмыс жасаған кезде ол циклондық процестерді запускать етеді. Циклондық процесс деген әрдайым желмен басталады. Біз білеміз, аралда жұмыс жасаған кезде бірінші желдер басталды, желдің артынан жауын келді. Яғни дәл қазір Лос-Анджелесте климаттық технологияны пайдаланып, өзі қуаңшылықпен желден пайда болған өртті одан бетер үдетіп жіберуі мүмкін. Біз білеміз, соңғы жылдары Австралиядағы, Еуропадағы болып жатқан, Абай облысындағы болып жатқан өрттер және әлемнің көптеген түкпірлерінде болып жатқан өрттер, бұл деген негізі бізге үлкен сигнал. Ресми ұйымдардың мәлімдемесіне сүйеніп, Қазақстан бас прокуроры да былтыр 24 жылы өртке қауіптігі өте үлкен болғандықтан қатаң дайындалу мәселесін айтты. Бірақ соған қарамастан климаттық технологияны пайдалану арқылы да, дер кезінде пайдалану арқылы біз профилактикалық жұмыстар жүргізіп, Қазақстанда дала және орман өрттері өте кем болды жылдағыдан. Достар, қазақтың аталы сөзі бар: болғаннан кейін қылышыңды боққа шап. Яғни Лос-Анджелеске біз қазір көмектесе алмаймыз, бірақ орталық Азия мемлекеттерінде жылда қайталана беретін, прогноздалып жатқан, болжамдалып жатқан өртті, қуаңшылықты қайтару үшін көп жұмыс жасауымыз керек. Бұл үшін мемлекеттік қолдау керек достар. Мен бір өзім шырылдап жатқан жоқпын. Қазір сіздер қосылып, біз бірге осы нәрсені тиісті құзырлы органдарға жеткіземіз деген ойым бар, және үлкен масштабтағы жұмыстар жүргіземіз деген жоспарымыз бар.